Сәлеметсіздер ме? Сіздермен қызықты математика видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сәлеметсіздер ме? 7-ші сынып оқушылары, бүгін біз алгебра пәнінен екінші жиынтық бағалау бақылауының есептерін шығаратын боламыз. Бұл бізде Б деңгейі. Менің каналымда А деңгейінің бірінші, екінші нұсқалары бар. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Ал бастаймыз. Бірінші, бір мүшені стандарт түрге келтіріп, коэффициентін анықтаңыз дейді. Бір мүшенің стандарт түрі дегеніміз бірінші санды өрнек тұрады, сосын әріпті өрнек, олардың алфавит бойынша кему ретімен тұрады. Бірінші сандарымызды біріктіріп алайық. Бізде 2, 2,5 және 3 деген сан тұр. Сонда 2 көбейтілген 2,5, 5, көбейтілген минус 3, ол бізде болады минус 15. Бірінші санымызды реттеп алдық. Енді қараймыз, енді әріптерімізді реттейміз. Бізде А-ның 3 дәрежесі бар, А-ның квадраты бар, и басқа уже цылар. Бірінші осыларды А-ның 3 дәрежесін А-ның квадратына көбейтсек, бізде А-ның 5 дәрежесі болады. Көбейту дейміз. Енді С-ның 5 дәрежесі мен С-ның 3 дәрежесін біріктіріп аламыз. Так, С-ның 5 дәрежесі мен С-ның 3 дәрежесін біріктірсек, С-ның 8 дәрежесі болады. Яғни біз осылай стандарт түрге келтірдік. Енді келесі коэффициентін анықта десе, біз коэффициенті дегеніміз осы бір мүшенің алдында тұрған сан, оның таңбасымен бізде бір мүшенің коэффициенті болады. Сонда коэффициенті бізде минус 15-ке тең болады екен. Келесі екінші есеп. Параллелепипедтің көлемін табуға арналған өрнекті жазып, оны стандарт түрге келтіріңіз дейді. Бізде мынандай тік бұрышты параллелепипед берілген. Оның көлемі бізде 3 қабырғасын бір-біріне көбейтуге тең. 3 қабырғасы ол бізде ұзындығы, ені және биіктігі. Немесе жаңағы табанның ауданын и биіктігін көбейтсек, бізде осы параллелепипедтің ауданы шығады. Сонда бізде ұзындығы 2х-тің 5 дәрежесі, y-тің 7 дәрежесі болса, ені 5х-тің 3 дәрежесі көбейтілген y-тің 5 дәрежесі болса, ал биіктігі 3х квадрат, y-тің 3 дәрежесі екен. Енді бұны стандарт түрге келтіреміз. Ең алдымен сандарды бір-біріне көбейтіп аламыз. 2-ні 5-ке 10, 10-ды 3-ке 30. Енді x-тарымызды біріктіреміз. x-тің 5 дәрежесі, x-тің 3 дәрежесі бұл x-тің 8 дәрежесі болады, x-тің 2 дәрежесі, x-тің 10 дәрежесі болады. Көбейту y-тарды. y-тің 7, y-тің 5, y 12, 12 қосылған 3, ол 15 болады. Яғни 30x-тің 10 дәрежесі, y-тің 15 дәрежесі. Тағы бір тексереміз. 2-ге 5, 10, 10-ға 3, 30. 5-ке 3, 8, 8-ге 2, 10. 7-ге 5, 12, 12-ге 3, 15. Яғни осылай стандарт түрге келтіреміз. Келесі үшіншісі, көп мүшелерді қосып өрнекті ықшамдаңыз дейді. Яғни осы екі мүшені, көп мүшелерді қосамыз. 5m-ның квадраты азайтылған 5m қосылған 4 қосылған. Егер бізде қосу болып тұрса, бір мүшені бір мүшеге қосу болып тұрса, онда екінші көп мүшенің алдындағы таңбалар өзгермейді. Ал егер азайту болып тұрса, онда таңбалар өзгертеді. Онда біз міндетті түрде екінші көп мүшені жақшаға аламыз. Бізде мына жақта қосу болып тұрғандықтан жақшаға алмасақ та болады. 4m-ның квадраты азайтылған 7m қосылған 8 тең. Так, 5m квадраттан қосамыз 4m квадраты, бұл бізде 9m-ның квадраты болады. Минус 5m, минус 7m екеуі қосылады, бірақ таңбасы минус болады, минус 12m, плюс 4m, плюс 8m, ол бізде плюс 12 болады. Үшінші, көп мүшені көбейткіштерге жіктеңіз. А сыншысына жаққа жазайын. 5x a минус b қосылған 3y a минус b. Яғни біз көбейткіштерге жіктеңіз дегенде, осы өрнектердің арасында бізде плюс таңбасы болмау керек. Плюс таңбасынан құтылуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Бірінші өрнекте бізде a минус b бар, екінші өрнекте a минус b бар, яғни бізде ортақ көбейткіш a минус b. Оны жақшаның сыртына шығарып, жақшаның ішінде мынау тұрған өрнекті қалдырамыз. Яғни 5x қосылған 3y деп. Яғни осылай көбейткішке жіктейміз. Келесі б сыншысы.
берілгені 2а азайтылған 2b қосылған ax азайтылған bx тең. Бұл жақта енді біз 2а мен 2а-ны біріктіреміз, ax пен bx-ті біріктіреміз. 2а мен 2b-ның арасында, ортасында бізде ортақ көбейткіш 2 болып тұр. Оны жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде a азайтылған b қалады. Енді плюс дейміз да, ax пен bx-те бізде ортақ көбейткіш x болып тұр. Оны жақшаның сыртына шығарып, жақшаның ішінде a минус b қалады. Енді қарап тұрсақ, бірінші өрнектегідей бізде екеуінде де ортақ көбейткіш ол a минус b. Оны жақшаның сыртына шығарсақ, a минус b көбейтілген 2 плюс x қалайын деп тұр. Осылай төртінші есебімізді шығарамыз. Келесі бесіншісі. a 6x азайтылған 3, b 2x қосылған 4 болғандағы a көбейтілген b көп мүшелердің көбейтіндісін табыңыз деді. Біріншісі, яғни a көбейтілген b-ны табуымыз керек. a бізде 6x азайтылған 3, жақшаға аламыз міндетті түрде. b бізде 2x қосылған 4. Осы екеуін бір-біріне көбейтеміз, яғни жақшаны жақшаға көбейтеміз. 6x-ті 2x-қа көбейтсек, 12x-тің квадраты, 6x-қа 4-ті көбейтсек, 24x, минус 3-ке 2x-ті көбейтсек, минус 6x, минус 3-ке плюс 4-ті көбейтсек, минус 12. Енді ортақ бір мүшелерді біріктіреміз, ұқсас бір мүшелерді. Сонда 24x-тан 6x азайтсақ, бізде 12x-тің квадраты қосылған 24-тен 6x-ті азайтсақ, 18x минус 12. Осылай бізде a көбейтілген b-ның түрі осылай болады. Енді және m 2x болса, n 5x болса, m көбейтілген n көп мүшелерін көбейтісін жазыңыз. Сонда n көбейтілген m. n бізде 2x, n бізде 5x. Сонда 2x-қа 5x-ті көбейтсек, бізде 10x-тің квадраты болады. Келесі дейді, x-тен 2 болса, a көбейтілген b және m көбейтілген n айырмаларының мәнін табыңыз дейді. Сонда бізде x-ті 2-ге тең қылып, осы өрнектегі x-тің орнына 2-ні қойып шығамыз. Біріншісі a көбейтілген b-ға қояйық. Тең, жаңағы 12 көбейтілген x-тің орнына 2-ні қоямыз. 2-ның квадраты қосылған 18 көбейтілген 2 азайтылған 12. m көбейтілген n бізде 10x квадрат болды, 10 көбейтілген 2-ның квадраты. Біз мына жақта бір мүшені көп мүшеден айырып жазсақ та болады, бұлай шығарып алып азайтсақ та болады. 2-ның квадраты бізде 4, 4-ке 12-ні көбейтсек 48. Қосылған 18-ге 2-ні көбейтсек 36 азайтылған 12 тең. Бұл бізде 72 болады екен. 72 болады екен. 2-ның квадраты 4, 4-ке 10-ді көбейтсек 40. Сонда a көбейтілген b азайтылған m көбейтілген n бізде 72 азайтылған 40. Бұл немесе 32 болады екен жауабы. Ал оқушылар, осымен сабағым аяқталды. Сіздермен болған қызықты математика каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып қойыңыздар. Сау болыңыздар.